Әдебиеттік оқу пәніне қош келдіңіздер. Бөлім мәдени мұра, сабақтың тақырыбы ұлттық ойындарымыз. Бүгінгі сабақта ұлттық ойын түрлерімен танысасың, ойын шартын түсініп оқып, ойын барысында ойыншы қандай болу керектігін сипаттап айтуға дағдыланасың. Сабағымызды бастамас бұрын, өзімізге ертеден таныс қазақтың ұлттық ойындарының атауларын есімізге түсірелік. Аударыспақ, алты бақан, асық ату, жамбы ату, теңге алу және көкпар. Қазақтың ұлттық ойындары 5 түрге бөлінеді. Олар аңға байланысты, малға байланысты, түрлі заттармен ойналатын, зеректікті, ептілікті және икемділікті қажет ететін соңғы кезде қалыптасқан ойындар. Олардың негізгілерінің өзі 100-ден астам. Келесі тапсырманы орындау арқылы бүгінгі өтетін қазақтың ұлттық ойындарының атауларымен таныс боламыз. Орамал тастау. Хан. Орамал тастау ойынымен танысу үшін оқулығымыздың 108-ші бетін ашып, мәтінмен танысайық. Орамал тастау. Қатысушылар 2 топқа бөлінеді. Арасы бір-бірінен 10 адымдай жерде белгіленген 2 сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалды бірінші топтың ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне лақтырып, қа деп дауыстайды. Қарсылас ойыншы орамалды қағып алып, ға немесе ла дейді. Сонда екеуінің айтқандарынан сөз шығады. Ойынның шарты бойынша айтылатын сөз 2 буыннан аспауы керек. Орамалды қағып алған ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып өнер көрсетеді. Содан соң орамалды қарсы жаққа лақтырып, жұмбақ сөздің бірінші буынын дауыстайды. Осылайша ойын жалғаса береді. Қазақтың ұлттық ойындарының бірі асық ойыны. Бұл ойын ертеден мал шаруашылығымен айналысқан ата-бабаларымыздың қолданысында келе жатқан көне ойын түрі. Ерте кезде әр қазақтың балалары мен жастарының бас қосуының негізінде асық ойыны ойнатылатын. Асық ойыны баланың жастайынан ой қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, ширақтылыққа, ұстамдылыққа, алғырлыққа, сыйластыққа тәрбиелеген. Енді асық ойындарының бірі хан немесе ханталапай ойынымен танысайық. Көңіл күйлерің қалай? Сендермен тағы да жүздескеніме өте қуаныштымын. Біз де өте қуаныштымыз. Достарым, бүгін қандай ойын ойнаймыз? Асық ойнайық. Біз тас ойнайық. Мен асықтарымды әкелдім. Сұлтан, сенің асықтарымен ханталапай ойнайық. Онда асықтарымның ішінде хан болуы керек қой. Ол менде жоқ.
бір асықты қызылға боясақ, хан болады. Айзерек, сен тапқырсың. Мен хан асықты қайдан табам деп қобалжып тұр едім. Онда таңдайық, қай асық хан болады? Мұны асығым үлкен, осыны бояйық. Ойынның шарты бойынша асықтарды топтастырып, ортаға шашамыз. Егер хан асық алшы түссе, хан талапай деп дауыстаймыз да, асықтарды ханмен бірге таласып, бөліп аламыз. Хан асықты қайсымыз бұрын алсақ, сол жеңеді. Ал хан асық бүк, шік, тәйкі түссе, хан асыққа жақын жатқан асықтарды бір-біріне шертіп тигізіп, тигендерін жинап аламыз. Хан асықты жатсы, хан асықтыкіндей асықпен ғана шертіп алуға болады. Ойын шарты түсінікті болса, ойынды бастайық. Ал, қараңдар, асықтарды шашамын. Ал, қане, қан асық қалай түссе, соған қараймыз, келістік пе? Хан талапай, мен бүгін көп асық жинаймын. Бәрекелді, сұлтан, бұл ойынды жақсы біледі екен. Пікіріңді айт. Асық ойнап көрдің бе? Қазіргі кезде не себепті асық ойындары сирек ойналады? Білгенге маржан, асық атаулармен таныс болайық. Ешкімер, ешкінің асығы. Қойлақ, қойдың асығы. Сақа, сақ асықтарды ату үшін таңдалған, қорғасын құйылған салмақты ірі асық. Кеней, ұпайға тігілетін кішкентай асық. Топай, сиырдың асығы. Асықтың түсуіне қарай атауларын есімізге түсіріп қайталайық. Қолыңа ал асықты, қандай шеті түсіпті, алшы тәйкі шықпен дөп, асығыңды жерге тік. Бүк, шек, тәйкі, алшы. Бүк, шек, тәйкі, алшы. Келесі тапсырма асықтың түсуіне қарай атауын сәйкестендіру. Асықтың қуыс жағының жоғары қарап түсуі шік. Асықтың тәйкеге қарама-қарсы жағы алшы. Асықтың оңқаға қарсы жағымен түсуі шоңқа. Асықтың дөңес жағының жоғары қарап түсуі бүк. Асықтың тік тұрып қалуы оңқа. Асықтың алшыға қарама-қарсы жағы тәйке.
Бүгінгі сабақтан алған білімімізді бекіту үшін шеңбер бойымен әңгімелейік. Алдарында берілген шеңбер ішіндегі сөздерді пайдалана отырып, бүгін танысқан ұлттық ойынның шартын әңгімелеп беріңдер. Иә, өте дұрыс. Бұл ұлттық ойын орамал тастау деп аталады. Қатысушылар екі топқа бөлінеді. Екі сызықтың бойына қарама-қарсы тұрады. Жүргізуші орамалды бірінші топтың шеткі ойыншысына ұстатады. Ол орамалды қарсы беттегі ойыншының біріне қарай лақтырып жібереді. Екі буынды сөздің алғашқы буынын айтады. Қарсыласы ол сөзді жалғастырады. Сонда екеуінің айтқандарынан бір сөз шығады. Орамалды қағып алған ойыншы тиісті сөзді айта алмай қалса, ортаға шығып, өнер көрсетеді. Жарайсыңдар. Бәрекелді, менің достарым. Бүгін бір-бірімізге жаңа ойындар үйреттік. Ал достар, келесі кездескенше сау болыңдар.